Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге B&A Group және бүгін бізде 5 ночей с Фредди атты фильмі. Қараусыз қалған пиццерия күзетшісін қорқынышты қайта тірілген механикалық құбыжықтар түнде қорқытып жатқаннан басталады. Бейне ойындар сериясына негізделген фильм түнгі күзетші қақпасынан басталады. Ол кроссвордтарға қарап отырудың орнына қанға боялған саусақтармен болтты желдету торынан бұрап алады. Күзетші желдеткіш шекке көтеріледі, ал импровизацияланған материалдармен қоршалған есікте бірдеңеге кіре алмай тұр. Қоймадан шыққаннан кейін ол кездейсоқ орындыққа тиіп, өзіне назар аударады. Бірақ сонда да дәлізге кіріп шығуға қарай жүгіреді. Шам сатқын дәл құлыпталған есікке жеткенде сөне бастайды. Дәл сол жерде оны жұмбақ қуғыншы басып озады. Күзетші креслоға байлаулы болып боянады. Джон Крамердің механизміне ұқсас, маска оның бетіне жақындай бастайды. Күзетші болтты қол бекіткіштерінен алып тастауға тырысады, бірақ үлгермейді. Қатты айқайдың фонында камера пиццерия залының жергілікті атақты адамдарға арналған балалар суреттерін безендіретін қабырғалардың бірін көрсетеді, және бір сары қоян аниматроник олардың арасында. Содан кейін пиксельді экранда азаматтық келбетін жасырып, сары қоян костюмын балалардың назарын бір-бірден аудару үшін киіп, ол оларды өзімен бірге алып кетеді. Келесі көріністе будильник Майкты оятады. Ол өз кезегінде Эбби атты қарындасын оятады, жұмыс алдында мектепке апарып тастау үшін. Майк сауда орталығында күзетші болып жұмыс істейді. Үзілісте айқын армандау техникасы туралы кітаптарды оқуды жақсы көреді. Кофе алу үшін кезекте тұрған кезде жігіт ашуланған ер адам алып кететін жалғыз баланы байқайды. Әділ ашумен жалынданған Майк оларды қуып, ұрлаушыны ұрады. Келесі көріністе ол жұмыс менеджері Стивтің жанында отырады. Майк әкесін ұлының алдында ұрып қана қоймай, сонымен оның еңбек кітапшасында аштық ойындарына қатысуы бар. Мұндай түйіндемемен жаңа жұмыс табу оңай емес. Содан кейін менеджер Стив кім жас кезінде қате жасамады деп оған түнгі күзетші ретінде төмен ақы төленетін лауазымға екінші мүмкіндік береді. Алайда ол бас тартады. Майктың үйден шығару туралы хабарлама және күтуші Макс күтіп отыр. Оған төлейтін ештеңесі жоқ. Сонымен қатар қарындасы қиялдағы достармен араласуды және сурет салуды жөн көреді. Майк ұйықтар алдында естеліктерге ену үшін медитация тәжірибесімен айналысады. Бала кезінде олар отбасымен пикникте болды. Оған қарауды бұйырған інісін бейтаныс адам ұрлап әкеткен. Майк оны қуып жетуге тырысады, бірақ сәтсіз. Келесі күні Джейн деген әпкесі сот пен адвокаттармен қорқытып, Эббиді өзінің қамқорлығына алғысы келетінін айтады. Мұғалім ер адамға қарындасы оны тәтесінен артық жақсы көретін айтады және жұмыс істеуге кеңес береді. Жағдайлардың қысымымен Майк Стивке қоңырау шалып күзетші лауазымына келіседі. Кешке олар Фредди Фазбердің 80-ші жылдары жабылып қалған пиццериясының бірінші ауысымына аттанды. Майктың міндеті монитор мен бейнебақылауға қарап, иесі қандай да бір себептермен бұзудан және сатудан құлшыныспен сақтайтын жеке аумаққа ешкім кірмеу үшін. Майк қуат көзін қосады және моральдық ескерген бейне техникасына моральдық ескерген нұсқауларды қарайды. Ол қабырғадағы балалар шығармашылығының ауқымын бағалай отырып, кезекші айналма жол жасайды. Майк перденің артында мекеменің жұлдыздары Аю Фредди бастаған антроморфты аниматроник саңдары орналасқан сахнаға жетеді. Кезекшіліктің соңында Майк ұйықтап қалады және ағасын ұрлау туралы түс көреді. Бірақ финалда жаңа мәліметтер пайда болады. 5 кішкентай баланы көреді. Ол бір баланы қуып жетуге тырысып, түсінде сүрініп, шын өмірде орындықтан құлайды. Үйге оралғанда ол Макстан ақшаға деген құштарлықтан ағасы Хэнк пен Джейн әпкесімен сөз байланысқанын білмей төлемді күтуін сұрайды. Жоспар келесідей: Хэнк пиццерияда достармен кіріп погром ұйымдастырады. Майк жұмыстан шығарылады. Содан кейін Джейннің адвокаты оны Эббидің қамқорлығын айыруды жеңілдетеді. Майк екінші рет тағы да інісін ұрлап бара жатқанын түсінде көреді. Бұл жолы ол басқа баланың артынан жүгіреді. Ол соңғы сәтте бұрылып, ер адамның иығын ілмекпен кесіп алады. Майк оянған кезде қолының шынайы кесілгенін байқайды. Содан кейін дабыл сигналы естіледі. Полиция қызметкері сыртта жасырынып тұрғанын көреді. Есіктің сыртындағы көлік офицер Ванессаның көлігі болып шығады. Ол көмек ұсынады. Қыздың айтуынша барлық күзетшілер бұл қызметтен тез босатылады. Денесі ешқашан табылмаған 5 бала жоғалып кеткен кезде асхананың өзі жабылды деп айтады. Ол сондай-ақ оны залға апарады. Онда ол бала кезінде туған күндерін атап өтетін Фредди Фазбер және оның музыкалық банда аниматроникс қойылымын қосып көрсетеді. Таңертең Майк пен Ванесса қоштасады. Түстен кейін ғимарат қорғалмаған кезде Хэнк пен достары бірге ол жерге кіреді. Максты көлікте күтуге қалдырып. Олар аркада машиналарын ұсақ түйектер шығарып, тәртіпсіздік жасап, ішіндегі барлық нәрсені бұзады. Қарақшылардың бірі тауық балапанның серіктесі аниматроникс кексін жәшіктен тауып алады. Екеуі бұзушыға шабуыл жасайды. Банданың 8 адамы жолдасының айқайын естігеннен кейін ас үйде үлкен тауықты байқайды. Ол оған сенің барлық жеген чикендерің менің бауырларым болған деген көзқараспен қарайды.